Күнә амалдан қазіргі көп мұсылмандар көзін де тыймайды, тілін де тыймайды. Басқа күнәға бармағанның өзінде. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір кісі сұрайды: "Я Расулалла, жолдың ақысы бар ма?" дегенде, "Иә" дейді. Жолдың ақысы қандай деген кезінде, көзіңді төмен салып тұру дейді. Және өткен кеткенге танымасаң да сәлем беру дейді. Бізде екеуі де жоқ. Бізде екеуі де жоқ. Көзімізді төмен самаймыз. Адамдардың айыбын көріп тұрамыз. Анандай киіп апты. Мынаның мына жері жыртық екен. Ана жері ашылып қалған екен. Қарап тұрмаймыз. Көзімізбенен әр нәрсені шұқып тұрамыз. Білесіз ба? Әр нәрсені өзінің орнында қолданбаса, оның да жауабы бар екенін. Тіл дейміз. Кеше фитна мәселесін қозғадық. Ол жерде көп мәселелер айтылып та кеткен шығар. Естеріңізде болса, тілімізді тыймаймыз. Өзіміз сол мәселені түсінбейміз, сол жерде болмадық. Немесе сол адамның сол жерде қалай келтіріп тұрғанын білмейміз. Бірден тілге жүгінеміз. Мен болғанда деп шығамыз. Сол жерде мен болғанда мен былай дейтін едім. Мен былай істейді. Сіз болғанда қалай болатын бір Құдай біледі. Сіз о жерде болған жоқсыз. Мүмкін сіз ондай істей алмай да қалар едіңіз. Өйткені сиыры жоғалмағанның бәрі ақылды деген қазақта сөз бар. Сиыры жоғалмағаннан кейін ақылшылар келеді: "Ей, қораны жауып қоймайсың ба есігін?" Ол жабық тұрған. Негіз. "Ей, ол сен дұрыс жаппағансың сен." Немесе, "Ана көршіңе үйтпейсің ба? Мына жерге бүйтпей." Ақылшылар ғой. Өйткені оның сиыры жоғалмаған да. Ал сиыры жоғалып қалса, сол жерде басын қасып тұратын еді ол. Түсінесіз ба? Тас түскен жеріне ауыр дейді. Бұны Қазекең бекер айтпайды. Өзге адамды сынама деген мағынаны береді бұл. Өйткені тас бір жерге түседі, сол жерді ояды, қалған жерге дүк еткен даусы жетсе де. Яғни біреудің басына бір іс түссе, сіз ол жердің ауыртпашылығын, қиыншылығын сезбей тұрып, айтуыңызға ақыңыз жоқ. Мұсылман екінші мұсылманнан үзір іздейді сол үшін. Күнә дейміз. Күнәдан тыйылу қалай болады? Білесіз бе? Бір күнә іс көрсең, пайғамбарымыз айтады, оны қолмен қайтар дейді. Шамаң жетпесе тілмен қайтар, шамаң жетпесе жүрекпен қайтар дейді. Және біл, бұдан кейін иманның орны болмайды дейді. Білесіз ба? Көп мұсылмандар қолымен жасап қояды күнәні. Тілімен де жасап қояды. Бірақ кейде соған жүрегі риза болатынын қайдасыз. Сіз не жасасаңыз да, бауырлар, жүрек бұл иман мына жүректің ішінде болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бекер айтпайды: адамда бір тістем ет бар, сол бұзылса адам бұзылады, түзелсе түзеледі, ол мына жерде деп жүрегін соғып көрсеткен.